Сосын мынандай пікір бар да, дін бізде, яғни біздің дініміз ескілік. Біз дінді үйрену арқылы біз ешқашан дамымаймыз деп. Білмеймін енді бұл қайдан келген пікір, қалай шықты. Мен мысалға сіздердің қастарыңызда жүрмін ғой, мысалға ойламаппын, естімеппін де ше. Сендер жаңа технологияны меңгермеңдер дегенді, немесе жаңағы Илон Масктың жасап отқан дүниесін істемеңдер, IT-ді жасамаңдар дегенді естімеппін да. Керісінше әйтеуір бір отырыста әйтеуір әңгімені айтып отқан адамдар ғой, Жасик. Баласы Малайзияда оқып жатыр ше. IT оқып жатыр да. Малайзия ислам мемлекеті ғой, мұсылман мемлекеті ғой. Соны айтамын да енді. Катарда оқып жатыр бұның баласы, Абу-Дабиде оқып жатыр. Мысалға қазіргі керек, елге керек мамандықтарды оқыңдар деп. Далбаса әңгіме ғой, жаңағы әңгіме ғой. Ана осындай әңгімені естісем, кімнің есіме түсіп кетеді оқиғасы. Бір ұстаз мешітте имам Бұхаридің несінен жаңағы Ибн Хажардың шарқынан сабақ беріп отыр екен да, хадистерді түсіндіріп. Бір кісі келіп келіп айтады дейді, әлі отырсыңдар ма? Қаншама жылдар болды, ғасырлар болды, дамып жатқан түктерің жоқ, жұрттар аспанға айға ұшып жатыр дейді да. Сендер әлі отырсыңдар имам Бұхаридің 1000 жыл бұрын өтіп кеткен жаңағы шарқын оқып. Иә. Деп сонда ана ұстаз отырды да, жиын шәкірттер отыр алдында қаншама. Қожеке, айналайын, сізде өзіңіз ұшып жатсыз ба аспанға деп айтады дейді да. Жоқ, ұшып жатқан жоқпыз. Сабаққа келіп жатсыз ба мына жерге? Жоқ, екі дүниеге де пайдаң жоқ екен ғой, сен біз хотя бір дүниеге пайдасыз деп отыр қой. Сол сияқты дейсіз ғой. Сол сияқты өздері бөсе береді, диван батырлар ғой бәрі. Я ана дүниеге пайдасы жоқ, я ақыретіне, я мына дүниеге пайдасы жоқ. Тек адамдардан не көреді? Негатив көреді да. Шыбынды гүлдің арасына жіберсең, боқты іздеп тауып алады ол. Шыбын гүлдің арасына жіберсең, гүлге қонбайды, ол боқты іздеп тауып алады ішінен. Көрдің ба? Ішінде қандай дерт бар, соны ғана көреді, болды ол адамдар. Араны қанша боққа жіберсең де гүлін тауып алып келеді, баласына. Айтамын, мен керісінше сіздерден дамыңыздар, оқыңыздар. Бір уағыз жоқ қой. Біз айтып жатырмыз ғой, аят иқра деп түскен, айналайын, иқра, дүниенің де ақыреттің де ілімін ақтар, шегіне жет, оқы деп жатыр Алла. Ең Құранның бірінші аятын бүкіл ғалым айтқан, егер білім маңызды болмаса, Алла иқра деп бастамайтын еді деп айтты. Оқымасақ қалай жүреміз? Енді Илон Маск болмағанға сен менің не кінәм бар мысалы? Оқы бар, істе, Илон Маск бол. Алла кімге сол нәсіп қылады? Бар ғой мықты физиктер, химиктер, хирургтар бар мықты. Намаздары бүтін, несі кетіп жатыр? Алдында очередпен тізімдеп адамдар деген 2 айлап, 3 айлап бұрын жазылады. Сондай хирургтар бар. Намаздары бүтін, кәдімгі 1 теңге пара алмайды да, мысалға да. Көрмеген өзіміз ба? Сен көре алмаған көзің, сен өзің. Ауру да, ауру.